Сәлем, қош келдіңіздер менің каналыма. Біз бүгін Аяланың 5-ші көйлегін көретін боламыз. Бұл әрине кәдімгі өзіміздің қолданып жүрген журналдардан жасаймыз. Фирманың журналдары қалған құтқан осыны іске асыратын боламыз. Кеттік бастаймыз. Журналымыздың бәрін ажыратып аламыз. Әрине 5 см қылып, бәрін үстіп, ұзын қылып қырқып шығамыз. Өздеріңіз білесіздер, әрине алтын күз аруларына неше түрлі ата-аналар өздерінің өнерлерін және қыздарының да өнерлерін көретін боласыздар. Сондықтан тек қана журналға қатып қалмай, әрине дискіден, неше түрлі пакеттерден жасасаңыздар болады. Енді осы видеоны аяғына дейін қараңыздар. Өте әдемі, өздеріңіздің қыздарыңызға дайын, еш жерден іздемейсіздер, не істеуге болады деп уайымдемейсіздер. Менің видеомды ашып, көріп, осыны істесеңіздер болады. Үстіп қырқып шығамыз. Әрине көбірек қылып қырқып қойдық. Енді осыны іске асырамыз. Кәдімгі қалған құтқан паралорынан осы материалды алдық. Осыны дөңгелек қылып қырқып алдық. Енді кәдімгі дайындап қойған, қырқып қойған журналымызды екі жерінен бүктеп, айландырып, кілелеп шығатын боламыз скотчпен. Әрине күзгі мезгіл келген кезде осы оқушыларға осындай жаңағы іс-шаралар болады. Алтын күздің аруларына арналған неше түрлі көйлектерде жасайды. Ата-аналардың қолынан келеді. Әрине өздерінің киетін үлкен жоғары класстың қыздарын өздерінің фантазияларымен жасайды. Өйткені үйдегі бар нәрсемен жасасаңыздар болады. Шығын шығарудың қажеті жоқ. Далада да бар, үйдің ішінде қалған құтқан негізі материалдардан да болады. Материалдардың гүлдерін кесіп алып қойып қойсаңыздар болады. Әрине үйде жатқан бірталай 10-15 жыл өтіп кеткен газеттерде болады, кейбір ата-апаларда. Солардан да жасасаңыздар болады. Кәдімгі видеоның ішінде баяғыда осыдан 10-15 жылғы дискілерде бар. Қазір флешканы ұстайды ғой. Енді дискілер, қалып кеткен дискілерден әдемі көйлектер шығады. Солардан кәдімгі өздеріңіздің қыздарыңыздың, немерелеріңіздің осындай әдемі дүние жасап қуанда берулеріңізге тілектеспін. Мінекей екінші емес, үшінші қатарға жеттік. Енді ең соңғы төртінші қатарды жасайтын боламыз. Әдемі үлкен, кең, пышный юбкаға айланып жатыр. Қарап отырыңыздар. Ең соңғы төртінші қатарды жапсыратын боламыз. Аяғына дейін қарап үлгеріңіздер. Негізі бұл сіздерге өте оңай, ойланбайтын, дайын видео деп ойласаңыздар болады. Жапырақтардан да жапсырсаңыздар болады. Негізі болмаса неше түрлі материалдар бар. Солардан да жасасаңыздар болады. Жаңағы гофировый бумага, кәдімгі әртүрлі жаңағы түрлі түсті қағаздар бар, неше түрлі қазіргі заманға. Соларды жапырақ қылып, бірінші несін, фасонын, суретін салып алып, соны кесіп, соны жасасаңыздар да болады қырқып. Төртіншісін жабыстырып қойдық, төртінші қатарды мінекей. Бұл бізде юбкамыз дайын болды. Қараңыздар. Енді бізге мінекей юбка. Ашқан кезде әдемі пышный болды. Енді біз осы юбканың үстіне жегетін кофтасын істейтін боламыз. Кәдімгі екі пакетті аламыз. Шетіндегі артық майкасын қырқып алдық. Сонда бізге оңай болады. Оп-оңай жолын көрсетіп жатырмын. Бір жерге асығысып кетіп баратқан кезде қыздарыңыз болмасын, немерелеріңіз болсын, апа осындай, мама осындай істеп бер десе, осыны істеп берсеңіздер болады. Оп-оңай. Кәдімгі жаңа қиып атқан журналымыздың екеуін екі шетіне кәдімгі мойнына дейін апарып, екі шетін жабыстырып шығатын боламыз. Мінекей.
бір беті бітті. Енді екінші бетін дайындап қоям. Қараңыздар. Енді екі қол жағын істеп қойдым сіздерге дайын болу үшін. Енді екінші қол жағын көрсетіп жатырмын. Кәдімгідей оп-оңай істесеңіздер болады. Бір кетсе бір сағат, 2 сағат кетеді. Қыздарыңыздың қуаныштарына осыны жасасаңыздар болады. Бұл негізі естелік болып қалады. Кейін өскен кезде мен осындай көйлек киген едім, мамам осындай көйлек жасаған еді деген кішкене естелік қалады. Шіркін-ай, осы жас кезінде анам осындай жасады деген жаңағы өкініштер болмау керек. Осындай болса екен деген қолдарыңыздар келсе, осыны жасаңыздар. Енді біз осы жекет дайын болды. Енді бізге бас киім қажет. Осыны дайын бір-біріне жабыстырдық. Енді осыны ручкамен кәдімгі дайындап қойдым. Ручкамен айландырып шықтым. Қараңыздар, бас киімін. Енді үшеуі дайын болды. Юбкасы, жекеті және бас киімі. Енді қазір бізде Аяла қызымыз осыны үшеуін киіп шығатын болады. Аяла қызымыздың модасын көретін боласыздар. Тамашалаңыздар. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Аяғында бағалай кетіңіздер. Мінекей Аяла қызымыздың модасы. Қараңыздар, қандай әдемі.